бас прокуроры Жақып Қажманұлы Асановқа берілді. Бөліктер жаңа айтылды, елбасының тапсырмасымен біз анау жерге түсіп, бір айға жұмыс істеуге келдік. Құр қол келген жоқпыз. Өзімізбен бірге бүкіл республикадан ең мықты деген мамандарды таңдап, 200 адамдан астам топ болып келдік. Ал енді көбісі мемлекеттік қызметтер емес. Олар имамдар, психологтар, теологтар, социологтар, дәрігерлер, тағы да басқа мамандар. Олар біздің өтінішімізді қабылдап, барлық өздерінің ісін сырып қойып, елге деген жанашырлығын білдіріп, осында келіп отыр. Сондықтан ең алдымен Бердібек Машбекұлы, мен барлығымыздың атымыздан осы кісілерге үлкен алғысымызды білдіргім келеді. Біз жергілікті мемлекеттік органдарды тексеруге келген жоқпыз. Бізде мақсат жоқ олардан кемшілік іздеу, баға беру. Біздің мақсатымыз неге кейбір заңдарымыз, біз енді Астанада отырып, барлық күшімізді заңдар қабылдауға, неше түрлі программалар қабылдап жатырмыз. Неге солар тиімді орындалмайды? Олардың кемшілігі қандай? Ана Астанада кабинетте отырып, өңірдегі болып жатқан жағдайларды біле бермейміз, оны мойындаймыз. Ең басты мақсат осы. Ал енді екінші сұрақ туы мүмкін. Неге Ақтөбе? Неге Ақтөбе облысы? Оған екі себеп бар. Біріншіден, осындай бастама болғандықтан, болады дегенде, Бердібек Машбекұлы дер кезінде біліп, естіп, Ақтөбе деген, Ақтөбеден бастаңдар, мұндай жұмысты. Ақтөбе облысының потенциалы күшті. Бұл жерде мықты мамандар деп бізді көндірді. Ал екіншіден, енді Ақтөбе өте ірі регион Қазақстанның, шыннан да арасында да потенциалы мықты. Ақтөбе аққала дейді. Ақтөбе деген батырлардың мекені, өткір тілді ақын жазушылар шыққан жер, халқы белсенді, өте сауатты, айта берсе жақсы қасиеттер көп. Сондықтан аттың басын осында бұрып, осында жұмыс істеуге сіздермен бірге келдік. Ол бір тағы да айтам, тексеру емес, сіздермен бірге осы жергілікті проблемаларға үңіліп, солардың шешу жолын іздеу. Біз сіздерден, сіздер бізден үйренеміз. Сосын кейін жинаған тәжірибемізді басқа аймақтарда іске асырамыз деген осындай жоспарымыз бар. Сөйтіп біз Ақтөбе облысынан бастап жатырмыз. Ал енді әрине, осы бір айдың ішінде барлық проблеманы шешеміз деп айту қиын, ол мүмкін де емес. Бірақ дегенмен, біздің нақты индикаторларымыз бар. Мысалы, қанша операция жасалынады, қанша азамат жұмыссыз болып жүрсе, соған көмектесеміз. Қанша кәсіпкерлер өздерінің жаңа істерін бастайды, қанша несие беріледі, қанша субсидия бөлінеді. Сондай нақты істермен айналысуға жалпылама емес, қағаз жүзінде емес, нақты іс жүзінде жұмыс істейтін боламыз. Бірақ енді жаңағы осы облыстық әкімшілікпен бірге осы әрбір сағатымыз, әрбір күніміз егжей-тегжейлі жоспарланды. Бірақ енді мен кеше айтқанмын, бүгін ол үшін біз келген жоқпыз. Охотада, рыбалкада ештеңе болмау керек. Жүргізілетін болады. Біріншісі, халық арасында түсіндіру жұмысы. Тағы да айтайын, нақты іспен, нақты шешіммен, құр сөзбен емес. Діни ахуалды жақсарту.
ақпараттандыру жұмысы, құқық қорғау қызметінің тиімділігін арттыру. Осы 7 бағыт бойынша әрбір бағытты вице-министр басқарып келді. Олар енді менен кейін сол жұмысының қандай бағытта жұмыс істейтінін айтып береді. Ал енді мен сіздерге арнайы алғаш рет келгеннен кейін, осымен шектелгенім дұрыс емес болатын шығар, сондықтан бірнеше мәселеге тоқталып кетсем. Осы мүмкін іс-сапарымызға қатысы жоқ. Бар мемлекеттікке ие. 3% өзінің шекара, бекітілген шекарасы бар. Соның ішінде бірі Қазақстан. Жылы. Қалған көршілестермен осы тер. Екіншіден, ол біздің елбасының сондай бір ерекше өзінің жеке халықаралық биік абыройының беделінің арқасында. Қытай Халық Республикасымен кезіндегі мықты дейтін жаңағы СССР-ның өзі бір мемлекет. Соңғы 50 жылда 7 мемлекет өзінің астанасын бір қаладан екінші қалаға көшірді. Бірақ бірде-бір мемлекет осылай біз сияқты үлкен қаланы салған жоқ. Олар бір ірі қаладан екінші ірі қалаға астанасын көшірді. Бірақ осындай астанадай қаланы бірде-бір мемлекет астана ретінде салған жоқ. Тағы да қайталап отырмын. Ал енді жалпы бізде 18 миллион халық бар. Бүгінгіні барлығымыз күмәнмен қарадық. Дұрыс па, дұрыс емес па деген. Бірақ ел болашақ өңірге қосылу керек. Біздің өңірлеріміз басқалары өте қиын, айлық төленбейді, жалақы төленбейді. Бірақ жаңағыдай батыл алға сүйреп кетті. Осындай деңгейге кім ойлады 25 жыл бұрын? Көп ұлтты бірін-бірімен шайқасап өтті. Мынау цифрларды шығарсаң 7 жастан 72-ке ұзарды деп. Медицина, басқа салалардың жақсарғандығы дәлелі. Мынау 1 миллион қандасымыз елге оралды. Бұрын елдерден тек былтырдың өзінде 15 жылы 10 миллион шығу болыпты қазақстандықтардың шетелге. Ал енді айлығы көп жұмысқа барамыз, оқуға барамыз, бизнес жасауға барамыз, қыдыруға барамыз, демалуға барамыз. Әрине, сіздер бәріміз, мен де сөйтіп ойлаймын. Біз айтуымыз мүмкін, бізде мұнай көп деп. Мұнай көп. Мұнайға бай мемлекетпіз. Ал мұнайға бай мемлекеттер жер бетінде әрбір 4-ші мемлекет. 200 мемлекеттің 50-і мұнайға бай. Бірақ соның 4-5-еуі ғана тұрмысы, азаматтарының тұрмысы жақсы. Ол қандай мынау? Саудовский Аравия, Эмираттар, Катар, Кувейт, Бруней. Олар неге олардың одан сайын жағдайы жақсы? Өйткені олардың географиялық орны. Олар миллиондаған тоннасын еш кедергісіз, шығынсыз ашық теңізге, мұхитқа жолы бар. Бізде де баршылық. Бірақ бізде ашық теңізге жағдай, мұхитқа оларда сияқты. Бізде жол жоқ. Жалпы дүние жүзінде мұхитқа жол жоқ. Оның 16 сағатын алып отқан өніміңізді, оны базарға жеткізе алмасаңыз, одан қандай пайда болуы мүмкін? Ол бір жағынан. Екінші жағынан, сол мұнайға бай мемлекеттер содан пайда емес, зиянын көріп отыр. Үшіншіден, кейін үйлердің бағасы түсіп кетіп, банктердің есепке салмай, бір әлеуметтік төлем тоқтатылмас. Ол орында отыр. Есепте тұр. Жұмыссыз емес. Оған
Ондай жерге ешкім барып, ақшасын салып, инвестиция жасамайды, жұмыс орнын ашпайды. Сондықтан ол жердегі адамдар сол жерде тұрам десе, ол әбден маман болып, сол жермен, малмен айналысу керек. Бірақ, айтып отырмын ғой жаңа, қандай жағдай жасалынған, бірақ көбісі сол мемлекеттің беріп отырған мүмкіндігін қалай пайдалану керек екенін біле бермейді. Біз бір адам түсінбейтін тілмен оны айтамыз. Неше түрлі бір қағаздарды береміз, инструкцияны береміз, жай адам оны түсінбейді оны. Өйткені чиновниктердің тілі бір, жай халықтың тілі басқа. Ол біздің мойындаймыз, біздің кемшілігіміз, мемлекеттік аппараттың кемшілігі. Өйткені ауыл шаруашылық көтеріле бастады. Әсіресе мынау, мен білмеймін Ақтөбе облысында қалай екен, бірақ кеше Алматы облысына барып келді елбасы. Сонда қарап отырсаң, расында да көп азаматтар сол ауыл шаруашылығының саласында осындай бизнеспен айналысып жатыр. Мына Ақтөбеде Ақтөбе облысында 384 ауыл бар екен. Оны басқаратын 142 ауылдық әкім. Мен енді экономист емеспін, бір қатты маман емеспін мынау экономика саласында, бірақ менің былай түсінгенім, әр адам, мысалы, сол әкімге келсе, ауылдың әкіміне, мысалы, жұмыс іздеп, қандай бизнеспен айналсам, мысалы айтады, менің қалтамда 100 мың теңге бар, немен айналысайын деп келсе, сол әкім, мынау айналысатын сол өңірде айналысуға болатын, ертең пайда беретін, сондай бір бизнестің түрлерінің тізімін беру керек. Міне. Мысалы, ол тізімнен таңдап алады. Мысалы, индюк дейді. Күрке тауық. Оның күтімі қандай? Оның көбеюіне не істеу керек? Оның шығыны қандай? Оның пайдасы қандай? Соның барлығын мемлекеттің қандай мүмкіндік беріп отыр, қандай субсидия береді. Сол ауылдық әкім соны білу керек. Ол үшін әкімді бір жағынан біз әбден дайындауымыз керек. Неше түрлі семинар, тренинг, қолына ақпарат беруіміз керек. Ертең халыққа тарататын. Екінші жағынан оған баға бергенде, анау қанша адамның жағдайы жақсы. Сол басқарып отырған аумақта, аймақта. Осындай жұмысты біз жүргізетін боламыз. Осы бір айдың ішінде ауылдық әкімдерге арнайы семинарлар өткіземіз. Бірақ, Бердібек Машбекұлы, менің ойымша сол ең халыққа жақын, ең тікелей азаматтар ең алдымен соларға келеді. Менің ойымша солар деген өте солардың бірінші жағынан беделін көтеріп, оларға жағдай сондай жасап, олар әрбір отбасына, әрбір адамға сондай жағдай жасауға қабілетті болу керек. Құқық бұзушылықпен, қылмыстылықпен күресу, ол жұмыс орнын ашу, кәсіпкерлікті дамыту. Басқа тиімді жол жоқ. Ең алдымен осы. Анау құқық бұзушылық органдарда да кемшілік аз емес. Өткенде мен регламентқа сыймаймын, оның барлығын айта берсем, біздің порталда бар, мен құқық қорғау органдарының бір өте жеті ірі кемшілігі бар, соны айтып шыққанмын. Ең басы кадрлар дұрыс емес бізде. Қазір 100 нақты қадам жоспарының шеңберінде қазір барлығын өзгертіп жатырмыз. Мен мысалы бүгін осы 6 жас ақтөбелікпен кездесем. Мен оларды танымаймын, әке-шешелерін білмеймін. Бірде-бір туысқаны таныса маған келіп сұраған да жоқ. Менен қазір ешкім сұрамайды да. Өткенде Назарбаев университетте айтқаннан кейін. Ал енді сол 6 бала мені таңғалдырғаны анау жазған қағаздары өздерінің. Осы сіздердің балдарыңыз. Қазір түстен кейін солар уақыт тауып, солармен сөйлескім келіп отыр. Көзім жетсе әңгімелесіп, ойлары қандай. Вот сондай адамдарды біз аламыз құқық қорғау органдарға. Таза, патриот,
патриоттықты өлшеуге болады. Ол аяқ астынан адам патриот болмайды. Ол деген анау студент кезінде, мектеп кезінде өзін көрсете білу керек. Көрсетіп, ол ертең соған сай болу керек. А ол балдар осы мектепте қалай оқыды, студент кезде қалай оқыды. Вот сол жаңағы жүріс-тұрысына қарауымыз керек. Ол аяқ астында жақсы болмайды. Біз сөйтіп мойындаймыз. Біз құртып алдық шамалы. 90 жылдары әсіресе құқық қорғау органдарға ешкім барғысы келмеді. Бәрі бизнеске жүгірді. Айлығы аз болды. Бірақ сол жерде, сол уақытта кадр жетіспегесін бәрін жаппай ала бердік. А қазір соның несін. Ол бұл бірінші кемшілік. Екінші кемшілік, біз мынау показатель деген бар, соны қуамыз. Біреу сүрінсе екен дейміз. Біреу сүрінсе, қуанып, соны қылмысқа тартам деп жүгіріп жүреміз. Әрине ол дұрыс емес. Біз алдын алуымыз керек. Сол үшін елбасы шегелеп тұрып айтты, біздің ең басты бізге баға ол халықтың сенімі. Біз енді ол жөнінде не істеу керегін нақты білеміз, ал енді алғашқы қадамдар жасап жатырмыз, сенімдіміз. Жақын арада ондай өзгерістер болатынына. Соңғы 20 жылда, 96 жылдан бері, мынандай ауыр, аса ауыр қылмыстар, кісі өлтіру, денсаулыққа ауыр зиян келтіру, қарақшылық, разбой дейміз ғой. Солардың үнемі азайып келеді. Бұл өтірік емес, бұл мемлекеттік статистика. Қазір айтам, неге бұл шындық екен. Ең ауыр қылмыс, әрине, ең қымбат не бізде? Адамның өмірі. Міне, 90 жылдары, анау қиын жылдары, 2,5 мыңнан асты. Қазір 800-дің төңірегінде. Ал енді Кеңес одағы дейміз. Анау су кетеді, тас қалады дейді ғой. Біз ойлаймыз тек сол уақытта керемет болды деп. Ал 80 жылдары, ең жақсы керемет 80 жылдары, бүгінгі күнмен салыстырсақ, 2 есе көп болды. Жастар білмейді оны. В 80-х годах Советского Союза убийств умышленных было в 2 раза больше, чем в сегодняшние дни. Келесі. Мынау денсаулыққа ауыр зиян келтіру. Бұл да қараңыз енді. Қанша? 6 мыңға дейін өсті 90 жылдары. Қазір қараңыз, 1,5 мың. Ал Кеңес одағының кезінде 2,5 мың болған. Ал интернетке қарасаң, оларға, әрине, оларға да ақша табу керек, олардың жұмысы. Өйткені халықтың бәрі жаман жаңалыққа үйір. Сондықтан біздің кемшілігіміз. Біз осыны халыққа жеткізбей жатырмыз. Ал енді әрине, сіздер айтуларыңыз мүмкін. Мынау статистика, бұл көзбояушылық, қолдан жасаған деп айтуыңыз мүмкін. Мен сіздерге айтайын. Соңғы жылдары 40 қызметкер құқық қорғау органдарының сотталды, қамалды. Неге? Жасырған үшін қылмысты. Қазір қылмыстық кодекс бойынша қылмысты жасырсаң, прокурорлар, полиция қызметкерлері, басқа құқық қорғау органдары, олар қылмысты жасырса, түрме. Ал бұрын 80 жылдары, 90 жылдары, әр кетсе, выговор болатын, сөгіс. Сондықтан, қазіргі статистика, ешкім өз жеке мойнына алмайды. Керек не ол, ертең бала-шағасы қиналады. Сондықтан, бүгінгі статистика ол шындық. Бұрын мүмкін болған. Орталықта міндетті түрде бір кісі өлтіру болады. Бір адам территорияда болды, Қазақстанның. Басқа республикада жасайды қылмысты, бірақ оларды бізге келеді. 100 мың адамға шаққанда Қазақстан 3-ші орында болды. 1-ші орында Америка Құрама Штаты, 2-ші Ресей Федерация, 3-ші Қазақстан болды. Ал енді осы 20 жылдың ішінде отырғандардың қазір түрмедегілердің саны 3 есе азайды. Бүгін 30 мың. Тергеу изоляторын санамасақ, ол жерде 5,5 мың адам отыр, ал 30 мың адам отыр. 5 жыл болды, амнистия жарияланған жоқ. Неге?
Өйткені осы жасалынып жатқан реформа. Біз бұрын бұл ауру енді қауіп бізге де келді. Мынау қылмыскерлер діни жамылып, ислам дінін жабылып, халықтың қанын төгуде. 14 жылы әлемде террористер 32 мың адамды өлтірді. 32 мың адамды. Бізде бұрын сырттан келеді, террористтен қорқатын едік, қазір арамыздан шығып жатыр. Арамыздан шығып жатыр. Бұл әрине халықтың берекесін, мазасын қашырады. Не жұмысын, не бизнесімен айналсамай, адамдар үйінде тығылып отырады. Әрине қорқады. А террористерге сол керегі сол. Халықты қорқыту, үркіту, үрей салу. Мұндай теріс идеологиямен тек құқық қорғау органдары емес, бүкіл қоғам болып, бүкіл мемлекеттік аппарат, бүкіл қоғам күресу керек. Ал енді мен жаңа айттым, залда біздің әріптестер отыр, біраз өңірлерден келген мықты мамандар, Астанадан мемлекеттік қызметшілер келіп отыр. Сосын сіздер отырсыздар. Ертең біз барлығымыз қалада жұмыс істейміз, осы Ақтөбеде, аудандарға барамыз. Сол халықпен кездескенде мынандай бір үлкен өтініш. Біз шыдаммен мұқият тыңдайық, жағдайын түсінейік халықтың. Қарапайым тілмен сөйлесейік. Анау адасып кеткен балаларымыздың бетін қайтарайық. Қателеспейтін адам болмайды. Әсіресе жастар. Максимализм қорыншақ. Сондықтан оларға теріс жолға түспе. Жетістікке жетем деген адамның мүмкіндігі бар. Мемлекет көп мүмкіндік беріп отыр. Сондықтан 200 адам келіп, әр сала бойынша ертең түсіндіреді. Қалай оқуға болады, қалай білім алу керек, қалай еңбекке деген сауатын ашу керек, қандай несиелерді алуға болады. Бірақ оның да ережелері бар. Соны сақтау керек. Мемлекеттің ақшасын біз шашып бере алмаймыз бәріне. Бірақ ол үшін олардың біз анау ертең несін көзіміз жетуіміз керек. Ертең нәтижелі болатын еңбегінің. Сөйтіп, дұрыстап жастардың әсіресе құлақтарына құяйық. Сонда ғана біздің миссиямыз нәтижелі болады. Жалпы енді аспанымыз ашық, шекарамыз бүтін, халқымыз тыныш. Осыдан артық байлық жоқ. Тәуелсіздігімізді бағалай білейік. Жақсы ел болуға барлығымыз атсалысайық. Айтады ғой жаңағы. Еңбегіміз нәтижелі болсын.